Сәлеметсіздер ме оқушылар, информатика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа кілт құру, анимация құру деп аталады. Сіздер білесіздер, Stitch бағдарламасында бізге қандай да бір алгоритмді қалай орындалатын кейіпкерлер арқылы көрсетеді. Бізде бас кейіпкеріміз спрайт деп аталады. Бас кейіпкер ретінде бізде сары түсті мысық тұрады. Бірақ бізге керек емес болса, басқа таңдасақ болады. Спрайтты таңдасақ болады. Кез келген бір спрайтты қосып алайық. Мысалыға мына краб бейнесін алайық. Крабтың аты ағылшынша краб деп аталады. Қандай костюмдар бар екен тексеруіміз керек. Ол үшін мына жерде костюмы басатын болсақ, 2 бар екен. Екеуінің арасында айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар, өз ойларыңды айтыңдар. Жабық. Екінші костюмда ашық. 2 костюмды кезектестіріп отырып анимация жасай алуға болады. Оны жасасақ, бүгінгі тапсырмамызға жетеміз. Өздеріңіз білесіздер, біз программаны орындауға жіберу үшін нені басамыз, соны көрсетіп отыруымыз керек. Жалаушаны басамыз. Ол когда щелкнуть по флажку деген таңдау керек емес. Бізге пернетақтадан пробел бастырмасын басқаны жасасақ, когда клавиша пробел нажата дегеннен кез келген әріпке бағыттауыштарға ауыстыруға болады. Біз ең бірінші рет жалаушаны таңдауымыз керек. Сіздерге жақсы көріну үшін үлкейтуге болады. Үлкейтіп алайық. Енді басқарудың ішіндегі циклын шектеулі қайталану деген уақыт, сол сияқты тағы да басқа командалар бар. Движение іс-қимылда бөлігінде на кейіпкердің қозғалысына байланысты әрекеттер бар. Ал бейне дегенде, внешность дегенде кейіпкердің сыртқы бейнесіне байланысты іс-әрекеттер бар. Енді біз бұл крабтың 2 түрлі костюмын ауыстыруымыз отыруы керек. Внешностьтің сыртқы ішінен сменить костюм деген батырман табамыз. Оны оқимыз. Сменить костюм на краб Б дейді. Краб Б дегеніміз ашық костюм, яғни екінші костюм. Келесі сменить костюм на краб А дейміз. Сонда 2 костюм бірінен соң бірі кезектесіп отырады, бірақ қазір бізде ешнәрсе дұрыс шықпауы мүмкін. Ол үшін біз 2 костюм арасында уақыт қоюымыз керек. Мысалға 2 секунд или 1 секунд. Қайталау операторын ол үшін қолданамыз. Циклды орнатамыз. Енді жалаушаны басып тексереміз. Жалауша үстіңгі жағында. Ал енді мына кейіпкеріміз бізге ұнамаса, алып тастаймыз, басқа кейіпкерді қоямыз. Мысалға, өздеріңіз балеринаны
бас кейіпкер ретінде тағайындаймыз. Балерина деп жазылып тұрады. 2, 3, 4. 4 костюмы бар. CD деп аталады. Балерина B, балерина C және балерина D. Бұнда балеринаның аяқ киім қосылыстар бар. Осыны бәрін келістірсек, биін көре аламыз. Осы алгоритмді құрып көрейік. Қайталау циклын аламыз. 10 дегенді 5 деп аламыз. 5 рет қайталап тоқтап қалу керек. Циклымыз дайын. Енді сыртқы келбеті. Осының ішінен костюмдарға байланысты 4 костюм болса 4 команда таңдап аламыз. Тек қана осы жердегі орналасқан бағыттауыштар арқылы костюмдердің шығу реттерін орналастырып алуымыз керек. Енді араларына жаңа айта кеткендей уақыт қою керек. Ең соңғыдан кейінде бір уақыт қоюымыз керек, қайталанып А өзгеру үшін тағы да 1 секунд күтіп жасау керек. Енді ол бәріне бізде 5 рет белгілегенімізде тоқтап қалу керек. Қалай шыққанын тексеріп көрейік. Балерина биін орындауға жібереміз. Ол үшін жалғышынан басамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет биін қайталап тоқтап қалды. 5-тегі циклымыз рас болды. Мынандай тапсырманы өз беттеріңізде орындап көріңіздер. Бір кейіпкердің бірнеше костюмын ауыстырып тұратындай анимация құруға, бірақ байқасаңыздар, бұл анимация орындау барысында кейіпкер алдыға жылжып келеді және мына скретч бағдарламасында терезесін шет бағдарламасы шет жағын келгенде қайтадан кері қарай жүреді. Осындай программа құрып көріңіздер. Балалар, кейіпкердің костюмы арқылы анимация құрудың тағы да бір түрі бар. Онда өз беттеріңізден құрастырып көріңдер. Мынандай программа орындалып тұру керек. Басты кейіпкеріміз Жарқанат. 2 ғана костюм бағана бар. Қанаты жоғарғы және қанаты төмен. 2 костюмның ауысу жылдамдығын 0,2 секундқа қою керек. Алдыға жылжу 10 немесе 8 команданы ауыстырып тұру керек сандарды. Одан кейін тағы да бір нәрсе бар. Егер шешін жетсе, кері қайту керек. Осындай Жарқанат ұшатын анимациясын қойып көріңдер.